Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 9 сәуір жаратылыстану сабағы 54, 56, 57 беттер. Тақырыбы көлеңке қалай пайда болады? Көлеңке балалар жарықтың әсерінен пайда болады. Мысалға, мына жерде әртүрлі денелер тұр, қарасаңыздар. Стакан, аквариум, пластик стакан, машина темірден жасалған, және шыны стакан, доп резеңкеден жасалған, және тефаль шәйнегі пластмассадан жасалған. Енді қарасаңыздар, мән беріп. Мына жарықтың әсерінен әрбір дененің көлеңкесі әртүрлі. Ең қою көлеңке резеңке допта, машинада, пластик стаканда және тефальда. Ал жарық өткізгіш денелердің көлеңкелері ондай қою емес. Мына суретке қараймыз. Суреттерді салыстыр. Бірінші суретте су толқындарын байқаймыз. Екіншісінде жарық. Нені байқауға болады екеуін салыстырғанда? Толқын қисық жолдармен қозғалады. Ал жарық ол түзу сызықтың бойымен түседі. Мына үйлерге қарасаңыздар, күн түскен кезде түзу сызықтармен түседі. Көлеңке қалай түсіп тұрған көрдіңіздер ме? Көлеңке, есте сақта, көлеңке мөлдір емес, заттардың артындағы жарық түспейтін бөлігі дейді. Келесі сабақ көлеңке театрын қалай жасайды? Арнайы осындай мынадай театрлар бар. Яғни жарықтың әсерінен әртүрлі персонаждар, әртүрлі жануарларды бейнелеп, оларды қимыл қозғалысқа келтіріп, ертегілер қоюға болады, неке әртүрлі жануарлар жасауға болады. Бүгін балалар екі тақырып өтеміз. Қазір сіздер осы екі бетті қарап шығасыздар, суреттерді қарап оқып шығасыздар. Енді тапсырма. Егер күндіз реті келе ме екен, кешке қарай ма, мына шаян, ит, көгершін, қолтырауын, ұлуларды қолдарыңмен жасап көресіңдер. Көлеңкенің әсерінен, яғни жарық түсіріп жасайсыңдар бұны міндетті түрде қабырғаға. Бұлар свет жоқ кезде шаммен жақсы жасалынады. Бірақ біз енді оны светпен жасаймыз. Сөйтіп, мынаның барлығын жасап көріп қолмен, соны суретке түсіріп жібересіздер. Тапсырма осы. Және тағы бір тапсырма 55 беттегі мына мәтінді оқып, дауыстарыңды басып жіберіңдер.